Сәлем баршаңызға, сіздерге өте оңай жасалатын балмұздақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Бізге керекті қаймақ, банан және сгущенка керек. Ыдысымызға қаймағымызды салып, оның үстіне бананымызды салып және үшінші сгущенкамызды салып, бәрін бірге блендерде езетін боламыз. Қоспамыздың бәрі езілгенін қараймыз. Одан кейін бізге осындай форма немесе төртбұрышты ыдыста қатыруға болады. Мен арнайы осындай форма болғаннан кейін осыған салдым. Бетін жауып 5-6 сағатта қатырып шығамыз морозильникте. Міне біздіңкі қатып осылай болып шығады. Өте дәмді болып шықты. Менің балдарыма ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, білдіріңізді басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.